сіздермен осындай заколканы тоқып үйренетін боламыз. Осындай қарапайым заколканы осындай әдемі заколкаға айналдырамыз. Ол үшін бізге жіп керек болады. Alize Diva жібімен тоқылды, өте әдемі шығады. Заколки, крючок. Менде екінші номерлі крючок. Мен осы түспен тоқитын боламын. Өздеріңізде бар қалаған жіппен тоқсаңыздар да болады. Аламыз. Крючогымызды өткізіп, осылай байлап алған жібімізді ілеміз. Осылай. Крючокқа жібімізді орап алып, осылай ілеміз. Бірінші бос байланып қапты. Қысып ілсеңіздер жақсы шығады. Тағы да дәл солай крючогымызды кіргізіп, жібімізді ауада төртілмелі аламыз. Ауада осылай крючогымызға жібімізді орап, шығарамыз. Крючокқа жібімізді іліп, осылай шығарамыз. Ауада осылай төрт рет іліп аламыз. Мен қазір төртіншісін іліп жатырмын. Іліп болдық. Енді осылай заколкидің екінші жағынан тоқитын боламыз. Дәл жаңағыдай заколкидің осы бетінен крючогымызды шығарып, жібімізді ілеміз. Жіңішке крючок болған жақсы. Өте қиын болып жатыр менде. Жібімізді орап боламыз. Дәл солай осы жерге дейін тоқитын боламыз. Ана келдік. Бұл жерден ілмекті өткізбес бұрын крючокқа жібімізді орап аламыз. Осылай. Жібімізге осылай іліп аламыз. Осылай. Бірінші крючокқа жіпті орап, екеуінен шығарамыз. Бірінші екі жіптен шығарамыз. Крючокқа жібімізді орап, екі жіптен шығарамыз. Дәл осылай үш ілмек осылай ілетін боламыз. Үш столбикті. Дәл солай екі жіптен шығарамыз. Жіптен шығарамыз. Дәл тағы да солай қайталаймыз. Крючокқа жібімізді ораймыз, кіргіземіз және жібімізді крючокқа ілеміз, шығарамыз. Крючокқа жібімізді орап, екі жіптен шығарамыз. Тағы да екі жіптен шығарамыз. Бұл жер аяқталды бұрышын. Енді дәл жаңағыдай тоқып жалғастыратын боламыз. Қарапайым тоқу әдісімен.
ол қиын. Мына бұрыштың жоғарғы жағына келдік. Енді жаңа ауада іліп алған ілмегімізден ілмектердің арасынан өткізетін боламыз. Осылай. Тұрамыз. Алды. Осы жердегі ілмектен столбиктен күрчөгімізді кіргізіп, қатар аяқтаймыз. Осылай күрчөгімізді кіргізіп, жіпті іліп, бұлай осылай өткіземіз. Күрчөкке жіпті ілмей, жай өзін өткіземіз. Осылай қатар аяқталды. Енді екінші қатарды оқимыз. 3. Ауада 2 ілмекті іліп аламыз. Ортада осындай бір өрімді тастап, келесі столбиктен тоқитын боламыз. Аламыз 2 рет, тағы да біреуін тастап, екіншісінен ілеміз. Айналдыра тоқып шығамыз. Жасаңыздар да болады. Осылай айналдыра тоқып шығамыз. Осылай айналдырып тоқып шықтық. Енді соңғы тоқылған ілмекпен, яғни соңғы тоқылған столбикпен бірінші тоқылған ауада іліп алған столбиктерді қосып алатын боламыз. Осылай қосып аламыз. Тағы да көрсетіп жіберейін. Шығаратын боламыз. Осылай жіпті іліп, осылай шығарамыз. Сонымен аяқталды. Келесі видеода көрсететін боламын. Арасына кіргізіп жіберсек болады. Осылай жіптің арасынан бөлмейді. Осылай жүрсеңіздер болады. Шықты. Келесі видеода көрсетемін.